Бәрі мінсіз сияқты еді. Мақпал үлкен терезе алдында тұрды. Қала төменде жанып жатқан шамдармен ертегі сияқты көрінетін. Ғабит артында костюмін түзеп айнаға қарап тұр. Бүгін маңызды кеш, деді ол. Сен ең әдемі әйел боласың. Мақпал жымиды, бірақ сол жымиыстың ішінде бір түсініксіз мазасыздық бар еді. Олар сырт көзге мінсіз жұп болатын. Ғабит табысты бизнесмен, Мақпал талантты, бірақ отбасына бұл армандарын кейінге ысырып қойған әйел. Шаршап жүрсің, деді Мақпал. Бәрі жақсы, деді Ғабит қысқа ғана. Бірақ оның даусында суықтық бар еді. Соңғы кезде ол кеш келетін, телефонын жасыратын, көзі басқа жаққа қарап тұратын. Мақпал бәрін сезетін, бірақ сенгісі келмейтін. Алғашқы жарықшақ. Сол кеште Қаламқас та келді. Ол Мақпалдың құрбысы, бірақ ішінде қызғанышы көп, мақсаты басқа әйел еді. Қаламқас Ғабитке ерекше жылы сөйледі. Көзқарасы тым артық ұзақ тоқтайтын. Мақпал соны байқап тұрды. Сен өзгеріп барасың, деді ол Ғабит кетінде. Артық ойлама, деді Ғабит. Шаршағансың, бірақ Мақпалдың жүрегі тынышталмады. Бір күні Мақпал Ғабиттің телефонын көріп қалды. Хабарлама. Бүгін тағы да кездесеміз бе? Жүрегі сол жерде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бұл кім, деді ол тыныш қана. Ғабит үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр жауап еді. Айғай болмады, жылау болмады. Мен сені сүйдім, деді Мақпал. Білемін, деді Ғабит. Осы білемің бәрін бітірді. Бірі құлайды, бірі оянады. Ғабит Қаламқаспен кетті. Мақпал бос пәтерде жалғыз қалды. Мақпал диванда отырды да қозғала алмай қалды. Үйдің әр бұрышында естеліктер тұр. Бірге ішкен шай, бірге күлген кештер, бірге жоспар құрған түндер. Телефонына қайта-қайта қарады. Бірақ Ғабит жазбады. Демек, бітті, деді ол сыбырлап. Түнде ұйықтай алмады. Таң атқанша төбеге қарап жатты. Ішінде бір ғана ой. Мен енді кіммін? Қаламқас айналдында тұрды. Көзінде қуаныш, бірақ тереңінде тынышсыздық. Ақыры менікі болды, деді ол өзіне. Ғабит диванда отыр. Ол үнсіз. Неге сөйлемейсің, деді Қаламқас. Шаршадым, деді Ғабит. Қаламқас ішінен түсінді. Ол күткендей бақыт келген жоқ. Мақпал жұмыс іздеп барды. Бұрын Ғабиттің әйелі деп құрметпен қарайтындар, енді суық сөйлейді. Біз хабарласамыз, дейді бәрі. Бірақ ешкім хабарласпады. Бір жерде тіпті, сіз ұзақ жұмыс істемепсіз ғой, деді. Мақпал сол күні жылап қайтты. Ол шағын компанияда хатшы болып кірді. Директордың орынбасары Қайсар. Егер шын жұмыс істегің келсе, үйретеміз, деді ол. Бұл сөзде аяушылық жоқ еді, бірақ құрмет бар. Бір күні Мақпал шаршап отырғанда Қайсар қағаз әкеліп берді. Мынаны дұрыстап көріңіз, қолыңыздан келеді. Ол сол сәтте біреудің өзіне сенгенін сезді. Ал Ғабит болса жаңа пәтерінде отыр. Терезеден қалаға қарап, қолындағы шайын суытып алған. Қаламқас ас үйде сөйлесіп жүр. Телефонын тастамайды. Ғабит, ертең анама барамыз, деді ол. Ғабит басын изеді. Бірақ ойы басқа жерде. Ол кенет Мақпалдың таңғы шай құйып жүргені, үнсіз күліп сүреп жүргенін есіне түсірді. Қаламқас әдемі жас, бірақ үй тыныш емес. Бір күні Қаламқас, неге анаң әлі ақша жіберіп жүрсің? Енді менің де шығындарым бар ғой, деді. Ғабит таң қалды. Ол менің анам ғой. Ал менше? Мен сенің болашағыңмын. Ол алғаш рет мен не істеп қойдым деп ойланды. Мақпал таңғы 7-де жұмысқа кетіп, кешкі 9-да қайтады. Алғашында жылады, кейін жылауды қойды. Жылағаннан ештеңе өзгермеді деп үйренді. Түнде онлайн курс оқиды, қаржы, есеп, келісім шарт. Мен өзімді құтқарамын, деді бір күні айнаға қарап. Қайсар да оңай адам емес еді. Ол да бір кезеңдері әйелінің сатқындығын көріп кеткен. Сондықтан адамға емес, өзіңе сенбейтін. Мақпалдың көзінен қайсарлықты көрді. Сен мықты боласың, деді бір күні. Шұғыла Мақпалдың жаңа әріптесі. Ашық мінезді, өткір тілді. Еркекке бола өлмейді, деді ол. Әлемде басқа да еркектер бар. Мақпал алғаш рет күлді. Ғабит жұмысқа қателесе бастады. Кешігеді, ашушаң. Бастығы бір күні, соңғы кездері сен өзің емессің. Жұмыстан бір түрлі болып жүрсің.
Ал Қаламқас тек ақша мен дүкен туралы ойлайды. Мақпал бір жобаны өзі жасап шықты. Бастығы Қайсар қарап, мынаны ертең жиналыста өзің қорғайсың деді. Ол қорықты. Бірақ шықты. Және де жобаны бәрі қабылдады. Түнде Ғабит ішіп келді. Қаламқас ұрсыз шығарды. Соңында сен өзгердің, бұрын бай едің деді. Ғабит айғайлады. Ал сен бұрын жақсы көрінетінсің. Солтын ол Мақпалға жазғысы келді. Бірақ батпады. Жұмыста бір әріптес Мақпалға тиісіп қалды. Қайсар қатты сөйледі. Бұл жерде ешкімге қысым жасауға болмайды. Мақпал сол сәтте мені қорғайтын адам бар деп сезінді. Ол Қайсарға көзінің астымен қарады. Бір жылдан кейін Мақпал бөлім жетекшісі, өзіне сенімді, тік жүретін болған. Бір күні кеңсеге жаңа клиент келді. Ол Ғабит еді. Екеуі көзбен түйісті. Ал Мақпалдың жүрегі бұрынғыдай ауырмады. Ғабитке тік қарады. Ал Ғабит кеңсеге кіргенде жүрегі қатты соғып кетті. Мақпал оны бірден таныды, бірақ түрін бұзбады. Сізге қалай көмектесе аламыз деді ресми дауыспен. Ғабит үнсіз қалды. Ол бұрынғы Мақпалды көрмеді. Бұл Мақпал басқа адам. Қаламқас енді Ғабитке бұрынғыдай қарамайтын. Ақша азайып кетті деді бір күні. Мен мұндай өмірге үйренбегенмін. Ғабит ішінен күлді. Қателесіп. Мақпал ешқашан бұлай айтпаған. Ғабит кеткеннен кейін әріптесі шұғыла Мақпалдың артынан қалмады. Мақпал, осы ма Ғабитің, айтшы. Мақпал үнсіз ғана басын изеді. Ой, Мақпал, мен де күйеуімнен кеткенмін. Сатқындықтан кейін де өмір бар. Басыңды түсірме. Мақпал күлді. Мен онсыз да басымды түсірмеймін. Бұл сөз Мақпалға одан да қатты әсер етті. Қайсар Мақпалға қарап жүретін. Осы күні де ол Мақпалды сырттай бақылады. Қайсар ешқашан асықпайтын. Сол күні ол Мақпалға келіп, сен әлі жаралы екенсің деді. Мен күте аламын. Бұл нағыз еркектік еді. Мақпал Қайсарды одан сайын құрметтеді. Ғабит жұмыстан қуылды. Үйде Қаламқас айқай салды. Сен неге адам сияқты ақша таба алмайсың? Еркексің бе? Сол күні Ғабит чемоданын алып шығып кетті. Ол түсінді. Қаламқасқа ақша ғана керек. Ғабит кеткен күні Қаламқас пәтерде жалғыз қалды. Үй үлкен еді, бірақ іші суық. Ол алғаш рет байлықтың ештеңе толтыра алмайтынын сезді. Ішінде алай-дүлей. Ғабит арзан жатақханаға орналасты. Күніне жүк тасиды, кешке ішеді. Айнаға қарауға қорқатын болған. Мақпал өз бейнесін ашты. Шұғыла көмектесті. Алғаш рет ешкімге тәуелді емес екенін сезінді. Қайсар оны күнде жұмысқа апарады. Қысым жасамайды, сұрақ қоймайды. Тек жанында қолдау көрсетеді, жылы сөздер айтады. Бір күні Ғабит көшеде Мақпалды көрді. Ол күліп келе жатты. Жанында Қайсар. Ғабит сол жерде ішінен бірдеңе үзіліп түсті. Жүрегінің ауырғанынан өз-өзін қоярға жер таппады. Қаламқас Ғабитті іздеп барды. Оны жүк тасып жүрген жерінен тапты. Ғабит, мен қателестім деді Қаламқас. Ғабит үндемеді. Мақпалды сағындым деді ол ішінен. Бірақ тым кеш еді. Ақыры Қаламқас Ғабитпен сөйлесе алмады. Қаламқастың әр сұрағына Ғабит үнсіздікпен жауап берді. Қаламқас үйіне қайтты. Ал Мақпал мен Қайсарда бәрі жақсы еді. Қайсар бір күні айтты. Мен сені жақсы көремін. Мақпал, сен менің таңдауымсың. Бірақ шешімді өзің қабылда. Жауап айтудың орнына Мақпал ұзақ жылады. Сосын ол ақырын ғана. Мен енді қорыққым келмейді. Мені біреу сатып кетеді деп қорыққым келмейді деді. Қайсар болса үнсіз ғана Мақпалды кеудесіне басты. Ол оған ешқашан деп құлағына ақырын ғана сыбырлады. Олар бірге тұра бастады. Тыныш, айғайсыз, қорқынышсыз. Ғабит болса ауырып қалды. Ауруханаға ешкім келмеді. Сол күні ол шын жалғыз қалғанын түсінді. Ғабиттің анасы келді. Балам, адамды ақша емес, адамгершілік сақтайды деді.
ғабит өкініп жылады. Қаламқас басқа біреуге күйеуге тиді, бірақ бақыт таппады. Мақпал аяғы ауыр екенін білді. Қайсар тізерлеп отырып жылады. Шүкір, осы күннің жеткеніне де шүкір. Ғабит те бұл жаңалықты естіді, бірақ үнсіз отырды. Ішінде қызғаныш, өкініш бәрі бар. Ғабит арнайылап келіп Мақпалмен кездесті. Ол Мақпалдан кешірім сұрау үшін келді. Мақпал болса, мен сені баяғыда кешіргем, бірақ қайтып оралмаймын. Менің өмірімде кездеспе деді. Ғабит осы сөздерден кейін басқа қалаға кетуге шешім қабылдады. Ол вокзалға қарай тартты. Ал Қайсар мен Мақпалдың өмірінде жаңа белестер. Мақпал ұл туды. Қайсар баланы қолына алып, мен сені ешқашан тастамаймын. Сен менің жүрегімнің бір бөлігісің деді. Мақпал терезеден қарап тұрды. Ішінде тыныштық бар. Ол бақытты. Ғабит туралы енді естімейді. Мақпал ғана емес, Ғабит туралы ешкім естімеді. Осындай бақытты күндердің бірінде Мақпалға хат келді. Кешір. Ол Қаламқастан еді. Мақпал жыртып тастады. Үйде күлкі, баланың даусы. Мақпал шын бақытты. Қайсар мен Мақпал шай ішіп отыр. Біз бақыттымыз ба, деді Қайсар. Я, деді Мақпал. Мақпал ескі суреттерді өртеді. Өз жадынан бұрынғы естеліктердің бәрін шығарып тастауға тырысты. Ол баласын құшақтап тұрып, әйел ешқашан шынбауы керек. Ол қайта тұру үшін жаралған. Сен және әкең менің бар өмірімсіңдер. Менің өткенім де, болашағым да өздерің.